Ал енді қызметтердің өткізу орнын анықтайтын болсақ, ол дегеніміз территорияны қалай анықтаймыз? НДС-қа байланысты. Қай уақытта пайда болады услугалар, және товарлар сату кезінде. Біздің налоговый кодекстің 459 бабы бойынша, ол жерде айтылған көрсетілу орны жайлы. Бізде жылжымайтын мүлік Қазақстан территориясында болса, орналасқан болса, онда ол Қазақстан Республикасындағы уже НДС төленеді. Бізде одан бөлек тағы да услугалар бар. Қазақстан территориясында жасалынбаса да, ол шетелде жасалынса да, Қазақстан территориясы деп табылады. Оларға мысалы заңгерлік, консультационный услуги, бухгалтерлік, аудиторлық услугалар, олардың барлығы бізде Қазақстан территориясы болып табылады. Ал одан бөлек тағы да бізде ЕАЭС деген бар. ЕАЭС-тің көлемінде көрсетілетін қызметтер, ол 515 бап бойынша қарастырылады. Осындай қиын сұрақтардың барлығын біз мен Абдикеримова Айжамал, Қазақстан Республикасының профбухгалтері 13 мамырда Коломейцево мектебінде талқылайтын боламыз. Келіңіздер, құны бар жоғы 1990 теңге. Тіркелу үшін төменге 1990 теңге деген сөзді қалдырыңыздар.